Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге шалбардың қазақша айтылған түріменен сіздерді үйретемін. Бұл шалбар кез келген адам оңай әрі жеңіл піше алатын боласыздар. Тек өздеріңіздің меркаларыңызды дұрыс өлшесеңіздер болғаны. Былайымша 5, 4, 6, 3, 5 деген 1,5 сантиметр дегендер, о толығымен кез келген размерге қолдана бересіздер. Осылай мұқият бірнеше рет қарап, үйреніп алып пішіп көріңіздер. 5 примерка өздеріңізге келеді. Бұл свободный классический шалбардың түрі. Белі кең болса, выточка саласы өзіңіз примеркада сәл епке келтіріп аласыздар. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті бассаңыздар, мен сіздерге келесі видеода костюмді, жоғар жағын костюмчикті көрсетемін. Шалбарды пішу үшін бірінші біз ұзындығын аламыз, 88 сантиметр. Белгілеп алдым. Енді осы белгілеген жерімізді бұлай сызып аламыз. Енді осы бастан, осы жақтан біз саламыз. Бірінші біз обыны саламыз. Бұл шалбар пішу өте жеңіл, оңай, формуласыз үйренесіздер. Өйткені мына 55 сантиметрді аласыз бөксесін, сөйтіп, мінекей, мына жаққа бетіп шаршы сызып алуымыз керек. Мінекей, мына жақтан да. Мінекей салып алдық шаршыны. Енді осы шаршымызды біз бұлай сызамыз. Міне барлық жағы бірдей, біз квадрат сыздық. Міне көрдіңіз ба, квадрат сызу бұл оңай. Значит, 55. Бәр жағы 55-ден алдым, қыздар. Міне, мына жағы да 55 сантиметр. Мінекей, түсінікті болды деп өзім ойлаймын. Енді осы мына жерден біз 5 сантиметр аламыз. Бұл кез келген адамға шалбар пішкенде осылай салынады. Мына жерден 3 сантиметр. Мынаны бұлай қоса саламыз. Сөйтіп мына жерден 7-8 сантиметр өздеріңіз қалауыңыз бойынша. 8 сантиметр нормальный, енді бұлай қоямыз. Міне, бұл жерге замок немесе түйме тігіледі. Мінекей бас жағы осы, енді аяқ жағы бұл тіптен оңай нәрсе. Бұны біз мына жерге қойып, теңестіріп, бөліп аламыз. Сөйтіп бұны бастан аяқ осылай белгілеп аламыз. Біз сонда шалбардың, классический шалбарға стрелка салады ой алдына. Біз соны шығарып атырмыз. Мінекей бұлай сызамыз. Мен әтеге жиі сызып алдым. Енекам жетпегеннен өстіп сызып аламын. Мінекей өте әдемі болып шықты. Енді біз шалбардың ұзындығын алдық. Енді бізге тізені табу керек. Тізені табу үшін мына жерден қойып, оны осылай бөле саламыз. Мінекей бөліп алдық. Енді осыны бұлай сызып аламыз. Міне тіземізді таптық. Енді тіземіз біздің 22 сантиметр. 22 сантиметрімізді бұлай бүктеймізді. Мұнаның ортасына саламыз, қыздар. Міне осылай ортасына белгілейміз. Келесі бұлай жағын ашша, екі жағы бізде бірдей болып түседі. Енді балағы 18 болды. 18-ді алып, тоже ортаға қоямыз. Мінекей, бұлай қоямыз. Міне. Енді осыны алып, бір-біріне сызамыз. Қосамыз бұл нүктелерді. Мынаны мына нүктеге қосамыз. Енді мына жағы, бұл жағы да солай мына бөксенің тұсына қосамыз. Мінекей.
мына жаққа да солай әрқайсыны өз сызығын қосып аламыз. Міне біз үсті пішкен кезде бізде осындай шалбардың алды шықты. Мына жері 3 сантиметр. Бұл барлық неге қолданылады. Мына жерді айттым жаңа 5 сантиметр. Мінекей мына араға шықтық. Мына жер 7 сантиметр. Мына жерге шейін. Міне түсінікті болды деп ойлаймын. Бірінші ұзындығын аласыздар. Одан кейін мына бөксесін алып, былай квадрат салып аласыздар. Сөйтіп мына бөлігін ұзындау сызып 5 сантиметр алып аламыз. Бұрыштан 3 былай жұмырлап шығару үшін. Мынаны алғанымыз 5 сантиметр ұзындау. Берде или замок салынады, или түйме қадалынады. Сол үшін алдық. Енді мына екеуінің ортасын бөлдік сантиметрмен. Көрсеттім ғой, сантиметрмен бөліп, белгілеп алып, былай. Сөйтіп ұзын сызық сызып аламыз да, енді тізе табамыз. Тізе табу үшін осы 5 сантиметрмен төмен жағын қақ бөлесіздер. Теңестіріп бөлген кезде біздің тіземіз шығады. Мінекей бүйтіп мен бөлдім. Тіземіз шықты. Тіземіздің қасынан біз 22 сантиметрді бұлай қойып белгілеп, және бұлай қойып белгілеп алдық. Балағы 18 сантиметр болды. Оны да осылай қойып, және бұлай қойып, барлық нүктелерді қосамыз. Сонда үстіп алды шығады. Міне бұл алдыңғы бөлігі осы.